Сәлеметсіңдер ме, балалар? Мен сендермен қашықтықтан оқыту сабағымды бастаймын. Балалар, көңіл күйлерің қандай? Өте жақсы. Сабағымды бастамас бұрын экрандағы суретке назарымызды аударайық. Балалар, сендер не көріп отырсыңдар? Кімді көріп отырсыңдар? Жақсы. Тағы да ғарышкерлер. Өте жақсы. Қалай ойлайсыңдар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қандай болмақ? Дұрыс айтасыңдар. Ендеше балалар, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы ғарыштағы ас мәзірі. Сабағымыздың мақсаты мұғалімнің қолдауымен мәтін мазмұнын және кейіпкерлердің іс-әрекетін бағалауға бағытталған сұрақтар құрастыру және оған жауап беру. Бағалау критерийлері: мәтін мазмұны және кейіпкерлердің іс-әрекетін бағалауға бағытталған сұрақтар құрастыруымыз керек. Сабақтың соңына дейін балалар, біз осы мақсатқа жетуіміз керек. Сабағымызды бастамас бұрын жаңа сөздермен танысып алайық. Ас мәзірі: сықпа, кептірілген, іздеу. Балалар, бірге оқимыз. Ас мәзірі: сықпа, кептірілген, іздеу. Өте жақсы, балалар. Балалар, ғарышкердің тағамы ғарышкерлерге дайындалатын арнайы тағамдар болады. Ғарыш жағдайында бұл тағамдарды сақтау, пайдалану қиын емес. Тағамдар сықпа құтыға салынған. Ас мәзірі: ғарышкерлердің өзінің ас мәзірі болады. Арнайы тағамдары болады. Айтып кеттік қой жаңа, тағамдардың бәрі сықпа түрінде беріледі екен. Олардың салмақтары аз болады екен. Енді қазір тыңдаймыз. Жүз 8-ші сабақ: ғарыштағы ас мәзірі. Бірінші тапсырма: диалогты тыңда, жүргізіп оқы. Интернеттен не іздеп отырсың, Бақыт? Менің ғарыш туралы көп нәрсе білгім келеді. Сонда не туралы мәлімет іздеп отырсың? Ғарышкерлердің ас мәзірі туралы білгім келеді. Мәлімет таптың ба? Иә, болашақ ғарышкер бәрін табады. Балалар, біз қазір тыңдадық. Тыңдаған мәтін диалог пе? Дұрыс айтасың, жарайсың. Оның диалог екенін қалай ажыратуға болады? Өте жақсы, өте жақсы. Яғни, диалог дегеніміз не екен, балалар? Дұрыс айтасыңдар. Диалог екі не одан да көп адамдардың бір-бірімен сөйлескен сөзі. Дұрыс айтасыңдар. Өте жақсы, балалар. Балалар,
Есте сақтайық. Біз сендермен өткенбіз. Жай хабарлай айтылған сөйлемнің соңына не қойылады, балалар? Дұрыс айтасыңдар, нүкте қойылады екен. Жақсы. Енді балалар, біз сендермен сұраулық шылауларды өткенбіз алдыңғы сабақтарда. Қандай сұраулық шылауларды білеміз? Дұрыс айтасыңдар. Керемет. Сұраулы сөйлемнен кейін қандай белгі қойылады екен? Сұрақ белгісі, дұрыс айтасыңдар. Жарайсыңдар, балалар. Сұраулық шылаулар. Қандай шылаулар? Маме, бабе, папе. Берілген жаңа сөздерді қатыстырып, балалар, сұраулы сөйлем құраймыз. Қайда барасың? Қашан? Сен қашан Байқоңырға барасың? Неге ғарыш туралы оқымайсың? Неліктен? Ғарыш кемесі туралы сұрадың. Не үшін? Зымыранды не үшін ұшырамыз? Не себепті? Жер серігі не себепті жасайды? Кіммен? Байқоңырға кіммен барасың? Қанша? Айға дейін қанша шақырым ұшу керек? Не істейді? Ғарышта ғарышкерлер не істейді? Жақсы, балалар. Енді оқулығымызды ашамыз, балалар. Оқулықтың 14-ші беттегі 4-ші тапсырманы орындаймыз. Мәтінді оқимыз. Мәтінге сұрақтар дайындаймыз. Оқып болсаңыздар, сұрақ дайындаймыз. Мәтінге, балалар, мынандай дескрипторге сүйенеміз. Мәтін мазмұны бойынша сұрақтар құрастырасыңдар, сөздерді дұрыс байланыстырасыңдар, сөйлем құрылымын сақтауларың керек. Дұрыс айтасыңдар. Енді тексерейік. Мәтін мазмұны бойынша сұрақтарды дұрыс құрастырдыңдар, сөздерді дұрыс байланыстырдыңдар, сөйлем құрылымын сақтадыңдар. Енді, балалар, дәптерімізді ашамыз, бірінші тапсырманы орындаймыз. Яғни, маме, бабе, папе шылауларын қойып жазамыз. Бүгінгі күнді жазамыз дәптерімізге. Бүгін сәуірдің 6-сы, сынып жұмысы, бірінші тапсырма. Дәптерімізге жазып аламыз. Сен ғарышқа ұшасың. Дұрыс айтасыңдар. Қарай жазамыз. Дәс болсақ тексерейік, балалар. Өздеріңді бағалаңыздар өздеріңізді. Дұрыс жаздық па, қатемізді тексереміз. Тексеріп болсақ, балалар, бүгінгі сабақта балалар не істедік? Дұрыс айтасыңдар. Өте жақсы, жарайсың. Не қиын болды? Жақсы. Тағы да не білгің келеді?
Енді балалар, сендер кері байланысты бағдаршам арқылы маған көрсетесіңдер. Кері байланысты жазып, маған WhatsApp-пен жібересіңдер. Қазір күнделіктеріңді ашып, үйге 13-ші бет, 3-ші тапсырманы орындаймыз. Берілген жаңа сөздерді қатыстырып, сұраулы сөйлемдер құраймыз. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.